Мен де Атырау қаласынан келіп тұрмын. Бұл продукцияны біздер Альбин екеуміз бірге бастап, интернет арқылы қарап, Алямен танысып, осы продукцияны алып біздер іше бастадық. Бұл Илифосин деген бұл 3 бағытта жұмыс жасайды, да? 3. Жаңағы адаптоген дейді, сосын энергетика дейді, содан кейін овощи, фрукты дейді. Бұл әр адамда хронический усталость қазір. Бетіміз жылтырап далада жүргеніміз не керек, бәріміз шаршап жүр, дұрыс па? Мына бір Илифосин деген сол біздің жаңағы хронический усталость дейді, сонымен жұмыс жасайды. Иммунитетімізді көтереді. Мысалы үшін бұның ішінде свекло бар, кальций, йод деген, цинк дегендер, кардицепс дегендер біз бөлек-бөлек ішсек, бұл бір капсуланың ішінде бүкіл біздің адамның ағзасына қандай жаңағы керек нәрселердің бәрін бір капсулға арнап салып қойған, сыйғызып қойған. Күніне бір рет ішкен кезде. Енді бұны ішкен кезде әркімге әртүрлі действие береді, бағана айтып сол әркімге қалай болады. Әр адамның организмі әртүрлі. Мысалы үшін біреу барады да сразу действие береді, алады, а біреу жайлап қана алады да. Сондықтан бұны жаңа кеше акциялерді айтып отырық, акциялерді біздер армандап жүрдік. Штанда Альбина екеуміз бұны кеше бір капсулдан ішкен кезде менің алдынан бері басы мына жерім ауыратын еді дейді. Түнде деген мына жерімді кәдімгідей инеше қадады. Кәдімгі инеше қадап, таңертең тұрғанда сосын бұрында бүйтіп басым ауырып, бір сондай нәрсемен тұратын еді. Мына таңертең кәдімгі болды, жақсы тұрдық. Акциялерді ішкен кезде действительно бұл жаңағы әр адамға қажет дүние. Бұл бана айтып отыр ғой, бұл айтсақ нелердің бәрін, отзывтардың бәрін онкологиядан жақсы результат беріп отыр. Әр адамның организмінде клетка бар. На клеточном уровне жұмыс жасайды деп отыр. Клеткамен жаңа шаршап қалған клетка, онкологический клеткалар болса, әр адамның организмінде онкологический клетка бар. Өздеріңіз білесіздер прекрасно, да? Сол мына біздің Илифосин дегеніміз онкологический клеткамен жұмыс жасайды. Жаңа онкологический клетканы жұтып қояды да, новый клетка восстанавливать етіп отыр қазіргі. ДЦП-дан результаттар беріп отыр. Давление, сахарды қазіргі таңда біздер көбіне көп айтпаймыз. Өздеріңіз ойлаңыздар, мына отзывты ашып қараған кезде интернеттен да ДЦП-дан результат. Кеше біздің Атырау қаласында болды, ДЦП баласын біздің офиске алып келді. Ана баланың өзі сөйлеп тұр. Су ішемін дейді, бұрын кола су ішкім дейді, қазір оны ішкім келмейді дейді. Шаршайтын едім дейді, шаршамайым дейді, оқығым келеді дейді, жазғым келеді деп өзі айтып тұр ана баланың өзі. Нешедегі бала? 13-тегі бала. Өзі келіп офисқа келіп өзі жаңа өзінің нәтижесін айтып тұр. Ау? Сөйлейді. Ана кішкене былай енді ДЦП-ның аты ДЦП ғой, өзіңіз білесіз. Иә. Но біздер бұны айтпаймыз, сразу алған адам ДЦП балалар іштен бойда жүгіріп кетеді. Но факт, что аяғын басып, сөйлей алмайтын балалар сөйлеп, ойлау қабілеті аз балалар ойлау қабілетін, тамақ іше алмайтын балалар тамақ ішіп жатса, бұл жаңағы Илифосинді әрбір адам пайдалану керек деп ойлаймыз. Ауырып қана емес, сол ауырмайым деген адам пайдалану керек деп ойлаймыз. Сол рахмет.